өт қабындағы өт дұрыс шығып, өттің таза, өттің жәнегі несі состав дейміз ғой, құрамы қалпына келеді де, өт қабында тас болмайды. Немесе өттің қабында тас бар адамдарға да ішу керек. Мына фульвогумин, ричидотокс, баобабымыз ішіңіз, бірақ мына рич гепа мен рич нефраны қоссаңыздар, ана жақсы өт қабына барады да, ана тастар өзінен өзі бірте-бірте ериді екен. Асқазан жараларына, және рич баобаб туралы айтқанда да соны қосайын деген, мысалы, язва, гастрит, соларға да өте күшті. Рич гепаның функциясы тек қана жировой гипотемоз, гепатиты, циррозы печени, әлде жәнегі әртүрлі инфекциялар. Мен кеше бір кісіні консультация жасадым, диагноз таба алмай отыр врачтар, дәрігерлер. Бауыры үлкейген, ұлғайған, гистологиямен, то есть не, биопсия ғана аламыз дейді. Әйтпесе